Бақыт әдеттегідей оянып, оң жақ бұрыштағы ағашқа өз белгісін салды. Оның таңғы ескі аңшы лашығының қарағай бөренелеріне сіңіп кеткен кептірілген жөке шөбінің жылы, хош иісті иісінен басталды. Тамақтанып киініп алды. Мықты брезентті арқа сөмкесін, былғары қынаптағы пышағын және кішкентай балтасын алып, Бақыт лашығынан шықты. Есіктің жанындағы бағанаға ескі бұғы мүйіздері ілінген, әкесінің баяғы аңшылық олжасы, үйді қорғайтын тұмар іспетті. Таңғы тұман ылғалды жер үстін баяу қаптап жатты. «Ал, қалайсыңдар мүйіздерім?» деді Бақыт оларға қолын тигізіп. «Үйді мен жоқта қорғаңдар, мен бүгін қорықпаймын. Алтын тамыр іздеуге кеттім». Шөпшінің қадамы нық еді. Ол орманға қарай бет алып, жолай еңкейіп, өсімдіктерге көз салып отырды. Оның бағыты үлкен шатқалдың біріне қарай еді. Біраз жүрген соң айнала бір түрлі тынышталып қалғанын байқады. Құстар үнсіз еді. Қою тұман еңістегі сайға қарай сырғап бара жатты. «Неткен тыныштық, қасиетті тайгам!» деп сыбырлады Бақыт. Ол қалтасынан компасын шығарып, бағытын тексерді. Сол сәтте бөтен әлсіз иісті сезді. Бақыт қабағын түйді. Түтін, күйік иісі. Бірдеңе өртенген сияқты. Көп ұзамай тұман арасынан қараңғы, үрейлі бір бейне көрінді. Бұл батпаққа жартылай батып кеткен шағын екі орынды тікұшақ еді. Кабинасы қатты майысқан, әйнегі лай мен балдырға былғанған. Сынып қалған қалақтары жан-жаққа қиғаштанып тұр. Қыз абайлап тікұшаққа жақындады. Бірнеше рет балтасын сермеп соққан соң, есік ілмектері тарс етіп үзіліп түсті. Бақыт есіктің шетін өзіне қарай тартты. Ашылған саңлаудан ол ес-түссіз жатқан жас жігітті көрді. Ол қала тұрғынына ұқсайтын. Үстінде жеңіл желбегей, астында көйлек пен қара джинсы. Сол қолы табиғи емес бұралған күйде еді. Бақыт жағдайды тез бағамдады. Тікұшақ баяу батпаққа батып бара жатты, ал жабысқақ сұйықтық кабина жиегіне женіп, қауіп төндіріп тұрды. Ол білді, егер бұл жерге ертең келсе, ештеңе таба алмас еді. «Бағың бар екен, кәне, бері жүр», деді Бақыт жігітті өзіне қарай тартып. Ұшқышты кабинанан шығару оңай болмады. Оны қатты жерге сүйреп жеткізген соң, қыз екі ұзын да мықты сырық шауып алды. Арқа сөмкесіндегі брезентті плаш пен күртешесін төсеп, Бақыт қарапайым зембіл жасады. Сөйтіп жігітті соған жатқызып, өзі жегіліп алып, ұзақта шаршататын жолды бастады. Ол анық сезінді. Бұл адам үшін жалғыз үміт өзі еді. Қыз оны сүйрей отырып, жиі тоқтап ауыр тыныс алды. Кешке қарай ақыры лашығына жетті. Түн ауыр өтті. Ыңырсыған дыбыстар мен ащы қою шөп иісіне толы еді. Қыз абайлап жаралығы талдың қабығынан қайнатқан, ауырсынуды басатын, ыстықты түсіретін тұнбаны тамшылатып беріп отырды. Ер адам терең естен танып жатса да, сұйықтықты рефлекторлы түрде жұтты. Бақыт тал шыбықтарынан қатты шина жасап, сынған қолды бекітті, ал сынған жерге езілген окоп шөбін қойды. Окопникті езіп, ботқа күйіне келтірді. Қабырғаларының көп жері көгеріп, қатты ми шайқалуы салдарынан ер адамның дене қызуы көтерілді. Бақыт суық компресстерді алмастырып отырып қызумен күресті. Тек таңғы жуық ыстық басылған кезде ғана ол жылы пешке сүйеніп көзін ілді. Ұшқыш есін жиғанда қайда екенін түсінуге тырысып, абыржып жатқаны байқалды. «Тыныш жат, Руслан», деді Бақыт жұмсақ үнмен оған жаңа қайнатпа сұнып. Ол оның су киімін шешкен кезде ұшқыш куәлігін тауып алған болатын. «Менің атым Бақыт», деді ол сабырмен. «Мені іздеп жатыр, хабар беру керек», деді жігіт қарлығып әлсіз үнмен. Ол орнынан тұруға тырысқанда қатты ауырсынуды бүктетіліп қалды. «Мұнда байланыс жоқ, ал ең жақын ауылға дейін бір күндік жол», деді Бақыт сенімді дауыспен. Ол жігіттің басын көтеріп қайнатпадан жұтқызды.
Сенің қолың сынған, ми шайқалған сияқты. Біз жүре алмаймыз, әлі сауығып алуың керек. Демек, біз әлемнен оқшаумыз, деп Руслан аң-таң күйде кішкентай аңшы лапшығының қабырғаларына көз жүгіртті. Иә, тек сен және мен ғана, деді тыныштықпен бақыт. Ол оның үрей мен әлсіздікке толы жүзін аяй қарады. Бірақ бір нәрсені анық білді. Бұл жерде оның қолында ол қауіпсіз еді. Оның бойындағы мазасыздық біртіндеп басылып, оның әлсіз мойын сұну басты. Келесі апталар қамқорлыққа толы өтті. Бақыт анасының баяу әндерін ыңылдап айтып, күтпеген қонағын емдеп жүрді. Ал ол өзі байқамай оның жалғыздығын сейілтті. Үй иесі тойымды сорпа пісіріп, біреуге қамқор болу сезімін қайта бастан өткерді. Оның мейірімін ризашылықпен қабылдайтын адамға қамқор болудың ұмыт болған қуаныш еді бұл. Кейде ол Русланның өзіне үнсіз көз тастайтынын байқап, соған іштей қуанып жүрді. Саған бәлкім мен ауыр салмақ болған шығармын, деді бір күні жігіт өкінішпен. Қыз күліп жіберді. Мен ауыр жұмыстан қорықпаймын, Руслан. Ол менің дағдылысым. Енді артық сөз айтпа. Сенің міндетің мені тыңдап, тезірек сауығу, деді ол жұмсақ бірақ нық үнмен. Ол артық жанасудан қашқақтауға тырысатын, бірақ көздері түйіскен сайын бойын жылы леп кернейтін. Бір күні Бақыт оның қолындағы шинаны түзеп жатқанда еңкейіп тым жақындап кетті. Сол сәтте Руслан тынысын іштей тартып, сау қолымен оның бетінен жаймен сипады. Сенде ғажайып қасиет бар, деді ол сыбырлап сүйсіне қарап. Сен ауырсынуды қалай басуды білесің. Бақыт тезірек тіктеліп, жүзін қызару кернегенін сезді. Жүзін бұрып әкетті. Мен шөпші емеспін, деді Бақыт құрғақ үнмен. Мені анам үйреткен. Дегенмен оның ішінде бір нәрсе дір етіп, сол қарапайым жанасуға алғаш рет талай жылдан бері ұмыт болған жылылықпен жауап қатты. Уақыт өте берді. Тұнбалар әсерін тигізіп, Русланның жас әрі қуатты денесі қайта қалпына келе бастады. Қолы жазылып, көгерген жерлері кетті. Ал Бақыттың азық түлігі таусылып келе жатқан еді. Енді жақын маңдағы кеншілер ауылына бару қажет болды. Ертең таңертең 2 күнге жолға шығамын, деді ол рюкзагын ұзақ сапарға дайындап жатып. Руслан оған қарап, кірпіктерін жыпылықтатты. Қайда барасың? Қыз оның жүзіне көз тастады, жүрегі бір түрлі сағыныш пен уайымға толып кетті. Ауылға тұз бен шырпы таусылды. Газ да жоқ, саған бәрін қалдырдым, ойымдама, деді Бақыт жылы үнмен, оның жанында қалғысы келсе де сезімін білдірмеуге тырысып. Таң атар алдында Бақыт жолға шықты. Ауылға жету оған ұзақ сағаттарға созылды. Тек түстен кейін ғана елді мекеннің шетіне ілікті. Жол бойы оның ойы тек есеп-қисапта болды. Жиналған шөптерді сатып, алдағы айға жетерлік керек жарақ алуға ақшасы жете ме екен? Дүкенге кіріп, есік алдындағы ауыр рюкзагын түсірді. Сауда сөресінің ар жағында толықша, бетінен күлкі кетпейтін, ауылдың өсекшісі әрі көңілді мінезімен танымал Гүлмайра тұр еді. Ой, Бақыт, ақыры келдің ғой, қайда жоғалып кеттің, деп уайымдап жүредім, деп шаттан айғайлады ол. Не жақса келдің? Не бар болса соның бәрін, деді Бақыт сабырмен. Үстелге шөптер мен тамырларды шығарып жатып. Сосын өзі қажет ететін заттардың тізімін атай бастады. Маған генераторға арналған 12 литрлік газ баллоны керек. Тұз, шырпы. Сатушы әйел кілттерін сылдырлатып, баллон іздеп жүріп, әдеттегідей әңгімесін жалғастырды. Ой, бізде не жаңалықтар десеңші. Сен өз орманыңда ештеңе естімеген шығарсың. Іздеу жұмыстарын жақында ғана тоқтатты ғой. Ақшасын санап отырған Бақыт селт ете қалды. Қандай іздеу? Тікұшақ қой, Әндери. Бір жарым ай бұрын жоғалып кеткен. Әдетте билік көп іздемейді, ал мұнда жағдай басқа. Біздің бай магнат
Қайсар Сатыбалды табушыға қомақты сыйақы тағайындапты. Айтуларынша оның жиені сол тікұшақта болған. Бақыттың денесі лезде мұздап сала берді. Ол Гүлмайраға өткір көз тастады. «Жиені дейсің бе?» деді үнсіздікпен аралас қысық дауыспен. «Е, қарашы, газетте де қалды ғой осында», деп Гүлмайра ескі мыжылған аудандық газетті ұсынды. «О балай, жігіт ғайып болды. Айтуларынша ол сол Сатыбалдының ісімен ұшып бара жатқан көрінеді. Білесің ғой, сол сенің әкеңді көп жыл бұрын ағаш зауытынан тартып алған байшы». Бақыт енді оның сөздерін естімеді. Құлағында тек бір ой жаңғырып тұрды. Руслан Қайсар Сатыбалдының жиені. Ол әкесінің күйреуіне, өзі жетімдігінің қасіретіне себеп болған сол адамның туысы еді. Жас ұшқышқа деген ішкі жылылық пен жасырын мейірім бір сәтте күйіп жанған ашу мен әділетсіздік сезіміне айналды. Ол Русланның қолындағы қымбат сағатты сұлу жүзін еске алды. Енді бұл белгілер оны сүйсіндірмеді. Керісінше, жүрегіндегі ескі жараны тереңдете түсті. «Бақыт, саған не болған? Бетің ағарып кетті ғой?» деп таңдана сұрады Гүлмайра. Бақыт басын сілкіп қойды. «Жол ауыр болды, шаршадым», деді зорға. «Bir түнге бөлме жалдасам бола ма?» Кешке дүкеннің үстіндегі шағын бөлмеде отырып, ол ұзақ аптадан кейін алғаш рет тыныштық таппады. Ыстық кешкі ас та оны жылыта. Ол ескі, бірақ сенімді смартфонын шығарып, әлсіз байланыс ұстайтын жалғыз жер ауыл ішінде қосылды. Дірілдеген саусақтарымен Бақыт өзі жек көретін есімді терді. Қайсар Сатыбалды. Экранда облыстың ең бай меценатының суреттері пайда болды. Міне, Сатыбалды жымиып, жаңа кен орнының ашылуына қызыл лентаны қиып тұр. Міне, сәнді кеңседе сұхбат беріп отыр. Оның жүзінде ұзақ қарап отырып, Бақыт өткенде еске алды. 7, бәлкім 10 жыл бұрын ол мектептің жоғары сыныптарында оқып жүргенде, Сатыбалды олардың шағын отбасылық ағаш зауытын тартып алған болатын. Содан кейін бәрі құлдырап кетті. Алдымен анасы ауырып, әкесі оны ауруханадан ауруханаға тасыды. Бірақ күн сайын әлсірей берді. Ақыры ол да үнсіз өмірден өтті. Сол сәттен бастап олар екеуі ғана қалды. Әкесі мен өзі. Ақша азайып, олар аңшы үйіне көшіп, шөп жинап, аңшылықпен күн көре бастады. Бірақ бір күн әкесі жоғалып кетті. Кейін Бақыт батпақ арасынан тек оның мылтығын тапты. Одан өзге ешқандай із қалмады. Бұл сол тағдыр бұзушы. Ол бәрін тартып алды. Менен де, отбасымнан да бәрін жұлып әкетті, деп ойлады ол ішінен, баяу жанған кек пен мұңға толы сезіммен. Бақыт Руслан туралы ақпарат іздеді. Ақпарат аз болғанымен жеткілікті еді. Жас дарынды, Сатыбалдының бизнесін жалғастыруға үміткер мұрагер. Мақалада оның Оралдың арғы жағындағы тауларда орналасқан ірі жобаны қадағалағаны жазылған. Әрине солай. Ол оның мұрагері, оның қаны. Ал мен ақымақ, оны алтынға балағандай қорғаштадым, деп сыбырлады Бақыт тізесін құшақтап. Жігітке деген нәзік сезімдері енді оған әкесінің аруағына опасыздық секілді көрінді. Бақыт ұйықтай алмады. Терезе түбінде отырып, қараңғы терезелерге үңілді. Жақсы мейірімді жүрегі тыныштық таппай жыртылып бара жатты. Иә, мен оны құтқардым. Басқаша істей алмадым. Бірақ ол ағасының күнәсіне кінәлі емес қой. Ол мүлде басқа, деп ойлады ол мұңмен оның жылы жанарын еске салып. Бірақ көз алдында Сатыбалдының паңда мысқыл күлкісі елестегенде бойындағы тектен келген әділдікке деген құштарлық қайта оянды. Бірақ ол сол әулеттің өкілі, әкемнің өмірін күлге айналдырғандардың бірі. Не істеу керек, жауап таба алмады. Бақыт өзін бос әрі дәрменсіз сезінді. Көп жыл бойы сүйеніп келген қайсарлығы мен табандылығы да бұл жолы бақыт көрсете алмады. Оған тек бір шешім қалды: оралу, бәрін соңына дейін жеткізу.
сосын барып не істеу керегін шешу. Таң ата Бақыт сатып алған заттарын арқалап ауылдан шықты. Шөпшінің лақшығына жеткенше кеш болып кетті. Руслан сау қолымен бірдеңе әзірлеуге тырысып жүрсе керек, есік сықыр еткенде жалт қарады. Оның жүзіне шынайы қуаныш нұры тарады. «Бақыт, сен оралдың», деді ол жеңілдік сезіміне бөленіп. Бақыттың жүрегі шым ете қалды. Ол оның өзіне қарай алмады. «Оралдым», деді қысқа да суық үнмен сөмкесін үнсіз түсіріп жатып. Ол қысқа да құрғақ жауап берді. Рюкзагын үнсіз босатып бастады. Ол кінәлі емес. Ол тек соның жиені ғана, деп өз-өзімен арпалысты Бақыт. Бірақ жылтыр журналдағы Сатыбалдының бейнесі бәрінен басым түсті. Келесі апта қыз үшін ауыр сынақ болды. Ол қонағын аяққа тұрғызу үшін бар күшін салды. Бірақ енді оның қимылдары суық, іскер, ал жауаптары қысқа еді. Руслан оның арасындағы мұздай бөгетті сезіп, артық сөз айтуға тырысты. Бұрынғы көңілді, сергек қалпының орнын үнсіздік пен түсінбеу алды. Қыз көптен кейінгі қалдырып жүрген ісіне кірісті. Шөптерін сұрыптап, пештің жанында кептіріп, мұқият реттеді. Бір кеште бай мұрагердің алдына ыстық картоп пен саңырауқұлақ салған қазанды қойып жатып, «Сен дайынсың. Қолыңа жан бітіп, жараларың жазылды. Ертең таңертең жолға шығамыз», деді. Руслан қасықты қолынан түсіріп алды. Ол қызға мұң мен түсінбестікпен қарады. «Жолға? Қайда?» «Сені ауылға дейін жеткізем, өзің сұрағандай», деді ол қатқыл үнмен. «Бірдеңе болды ма?» «Бақыт, сен бұрынғыдай емессің», деді Руслан, оған ерекше көз қараспен қарап. Бақыт үндемеді, бірақ жүрегіндегі мұң мен сағыныш ұлғая түсті. Таңертең ол оған аздап азық жинап беріп, екеуі жолға шықты. Қыз алда жол нұсқап келеді. Артында жас ұшқыш таяны сүйеніп, ауыр адыммен ілесіп келеді. Ауылдың алғашқы үйлері көрінгенде Бақыт тоқтады. «Болды, әрі қарай өзің бар», деді ол, дауысы қарлығып, оған қарамай. Руслан бір қадам жақындап, «Сонда осылай жай ғана қоштасамыз ба? Бақыт, айтшы», деді дірілдеген үнмен. Қыз тамағын тығылған жасты жұтып, қасарыса басқа жаққа қарады. Ол оған кішкентай шөп салынған дорбашаны ұсынды. «Міне, бұл сен үшін арнайы шөп қоспасы. Сақтаушы тұмар. Сені қорғайды», деді Бақыт даусы дірілдемесін деп тұрысып. Руслан қалташаны қолына алды, бірақ оның қолын бірден жібермеді. «Неге бұлай? Мен не қате істедім?» деді ол қыздың көзіне тіке қарап. Қыз оның алақанынан ақырын босатып шықты. «Ештеңе», деді сызданып. «Осылай дұрыс болады». «Дұрыс?» деп қайталады ол ащы күлкімен. «Кім үшін дұрыс, Бақыт?» Қыз жауап бермеді. Тек көзін төмен салып, басын баяу шайқады. «Жүр», деді ақырын ғана. Руслан біраз үнсіз тұрды. Бәлкім, қыз ойын өзгертеді деп үміттенген шығар. Бірақ Бақыт басын көтермеді. Сонда ол үнсіз бұрылып, ақсап жүріп кетті, артына қарамастан. Орман ішінде оның аяқ дыбысы жоғалып кеткенше Бақыт қозғалмады. Ал таудың үстін алғашқы таңғы тұман жапқанда ол жүзін қолымен жауып, үнсіз жылады. Ол оны босатты, тек қайтармады. Жалғыздығы бұрынғыдан да терең, мұңды бола түсті. Бірақ бұл оның таңдауы еді. 5,5 ай өтті. Ерте көктем келді. Қар еріп, ауа ылғал мен жаңарған еске толды. Ұзақ, суық қыстан әбден шаршаған Бақыт азығы мен керек жарағын толықтыру үшін тағы да ауылға бет алды. Дүкенге кіргенде Гүлмайра әр әдетінше сөре артында тұрып, біреуге көңілді жымиып тұр екен. Бақыт кенет тоқтап, жүрегі атқақтап кетті. Сөренің алдында ұзын бойлы, сымбатты таныс бейне тұрды. Бұл Руслан еді. Жігіт кенет бұрылып, қуаныш пен үмітке толы көздерімен оған қарады. «Бақыт», деді ол жеңіл тыныс алып, шын қуанып. Дәріші өзін әрең ұстап қалды. Оның да жүрегі алып ұшып бара жатты. Руслан тез адымдап жақындады, бірақ соңғы қадамда тоқтады. Оның бұрынғы салқындығын еске алды.
Жергілікті адамдар сенің жақында келеріңді айтты. Мен сені күтіп жүрмін, деді ол. Бақыт оның жылы, шынайы даусын естігенде жалғыздығының барлық қорғандары құлады. Қалың қалай? Қолың ше, деді ол жай ғана қуанышын жасыра алмай. Сенің шөптерің керемет әсер етті. Сүйек мінсіз бітіп кетті. Мен толық саумын, деп Руслан жымиды. Бұл күлкі оған күннің жылуын еске салды. Бірақ мен де сағындым, өте қатты. Сенің үйіңді, тыныштығыңды, өзіңді. Бақыт бетіне жайылған қызғылт реңкті жасыра алмады. Мен де қатты сағындым, деді ол сыбырлап. Өткенсіз ғой, неліктен мені іздедің, деді. Олар дүкеннен шығып, Гүлмайраны аң-таң күйде қалдырды. Дүкен алдындағы орындыққа отырды. Бақыт рюкзагын жерге ауыр қойды. Ендеше не шаруаң бар, деді ол. Мен сені іздедім, Бақыт, деп бастады Руслан. Бірнеше рет келдім, бәрінен сұрастырдым. Сені қашан өз ұяңнан шығасың деп, өйткені жергіліктілердің бәрі сені солай атайды. Ол ұялып күлді. Бақыт үнсіз отырды. Оның жарқын қуанышты көздеріне қарап, жанының қытымырлығы еріп бара жатқандай сезінді де дереу өзін тежеді. Жоқ, әлсіз болуға болмайды, деп еске салды іштей. Онда не болды, Руслан? Деді ол әңгімені ресми бағытқа бұрып. Русланның жүзі байыпты бола қалды. Сен маған берген шөп салынған дорбаны есіңде ме? Сол қоспа, деді ол. Қыста ағам, яғни көкем қатты ауырып қалды. Сонда мен сенің шөптерің есіме түсіп, соны қайнаттым. Бұл ғажайып қой, дәрігерлердің қолынан келмегенде сол шөп жасады. Бұл сенсация. Ол шабыттана қарап тұрды. Ол мені сені іздеуге жіберді, деді. Сол емші қызды тап, мен оны ұлымды құтқарғаны үшін алғыс айтып, сол ғажайып шөптерден алғым келеді, деді. Құртып жіберуші сатып алды. Бұл есім Бақытқа қылыштай тиді. Көзі тұманданып, бойнынан ұзақ суық өтіп кетті. Зұлымға өз қолыммен көмектесіппін ғой, деп ойлады ол ащы күлкімен. Көкемнің халі қайтадан нашарлады. Өте жаман. Бар денесі сырқырайды. Жүруі де қиын, деді Руслан, оның ішкі өзгерісін байқамай. Бақыт терең дем алды. Ұзақ, суық қыста тіршілік үшін арпалысып үйренген ақылы бұл сәтте басқа қырынан көрді. Бұл таңғажайып мүмкіндік еді. Оның отбасын құрдымға жіберген жауы енді өлім аузында жатыр. Ал өмірі сол жойған адамның қызына Бақытқа тәуелді. Бір кездері өзіне тиесілі емес нәрсені тартып алған болса, енді мен бұған нүкте қоям, деп аласұрған ой жарқ етті санасында. Мен барамын, деді Бақыт, даусы қатқыл әрі сезімсіз шықты. Русланның жүзі қуаныштан нұрланып кетті. Рахмет, Бақыт. Мен сен келсең деп білдім, деді ол шаттанып. Ол қыздың ауыр рюкзагын иығына асып, жол бастады. Екеуі үнсіз жүрді. Руслан қадамдарын тездетіп, оны аласа бұталардың арасындағы ескі бетон плиталар төселген ашық алаңға келді. Ортада жаңа тікұшақ тұрды. Күн сәулесіне жалтылдап, қара жылан секілді айбаттанып. Бұл сенікі ме, жаңа ма, деді Бақыт таңданысын жасыра алмай. Нағыз алып техника. Руслан күліп жіберді, жүзінен мақтаныш байқалды. Бақыт тікұшаққа мініп, жұмсақ, бейтаныс былғары орындығының астына жеңіл дірілді сезінді. Екінші жағына Руслан жайғасып алды. Олар баяу айналып, ауада күшейе түскен гүл орманды жаңғырыққа бөледі. Бір минут өтпей жатып ақ, тікұшақ шайқалып көтеріле бастады. Бұл мен үшін өте маңызды, Бақыт, деп айқайлады Руслан, пышақтың шуынан зорға естіліп. Келіскенің үшін рахмет. Бақыт үнсіз басын изеді де терезеге бұрылды. Жігіт оның мұздап жатқан жүзін көрмесін деп. Терезеден ол төмендегі ауылдың үйшіктерін, көшелерін көрді. Бәрі кішірейіп, ойыншықтай болып бара жатты. Ұшу тезде мазасыз өтті. Бақыт өзін тұтқынға түскендей сезінді. Бірақ бұл қадамды өзі жасаған еді.
Олар біртіндеп үлкен, әсем сарайға ұқсайтын үйдің алдындағы тікұшақ алаңына қонды. «Менің апаным», деді Руслан жай ғана. Бақыт іштей бұл жердің салқын әрі жат сұлулығын байқады. Үйдің іші тыныш, бірақ бұл тыныштықтың астында бір мазасыздық бар еді. Руслан оны бірнеше кең, сәнді бөлмелер арқылы өткізіп, бір есік алдында тоқтады. «Ол сені күтуде, өте әлсіз», деді ол, сыбырлап, алаңдаған үмітпен. Сосын есікті ашып, «Ол келді», деді Руслан. Олар ішке кірді. Ауыр халдегі магнат көзін әрең ашты. Аурудан бұлдыраған жанары Бақытқа тоқтады. Әлсіз ғана жымиып, «Руслан, сен туралы көп айтты», деп сыбырлады. Сатыбалды тілін әрең қозғап. «Сен менің жиенімді құтқардың. Мен сені оның жанын аман сақтағаның үшін алғыс еткім келеді. Бұдан бұрын да жасағым келді, бірақ сені қалай табатынымды білмедім. Атың кім?» деді ол. «Бақыт», деді ол және жас бизнесменге қарап қойды. «Мен сендерге шөптен қайнатпа дайындайын. Маған асхана керек, шөптерім өзімде бар». Шөпшіні асханаға келді. Ол сонда жалғыз өзі дайындай бастады. Оның қолдары емдік тамырлар мен шөптерді абайлап тәртіптеп жатты. Үстелде екі бірдей керамикалық кесе тұрды. Бірінде бал мен күн иісі аңқыған шынайы емді қайнатпа. Екіншісінде қою әдеттегіден айтарлықтай ерекшеленбейтін тұнба, ішінде жасырын, баяу әсер ететін улы зат бар еді. Ол у иесін жұтып, жүрегі тас қаптағандай шешім қабылдады. «Оның тыныштығын аламын. Оның өмірін әкемнің өміріне нүкте қойған сияқты қиып тастаймын», деді ол өз-өзіне. Бақыт қою қоспаны әдейі жұқа фарфор кесеге құйды. Ол дайын болды. Бөлмеде үлкен төсекке жұқараңқы әрі әлсіздік қалған Қайсар Сатыбалды жатты. «Ағай, ол келді», деді Руслан сыбырлап. Оның даусында шын үміт бар еді. Ескі бай адам күштеп көзін ашты. Оның көзқарасы Бақыттың қолындағы кесеге түсті. Бақыт төсекке жақындады. Қарттың ерніне бу көтерілі жатқан қара қайнатпаны жақындастырғанда оның қолы сәл дірілдеді. Руслан үмітпен оны тайсалмай қарап тұрды. Және дәл осы соңғы сәтте магнаттың өмірі кесенің жиегіндегі тамшыдай ілулі тұрғандай болғанда, Бақыт оның өшіп бара жатқан көзқарасына үңіліп, жұмсақ сұрады. «Сіз менің әкемді есіңізде сақтайсыз ба?» «Оның аты Болат». Бай кісі қалжырап қарады. «Әрине есімде», деді ол әлсіз даусымен сыбырлап. Күшті адам еді, намысшыл. Оның әйелі өлім алдында тұрған кезде ол маған келді. Оған шұғыл емге ақша керек болды. Мен адал бағада оның ары өңдеу цехын сатып алудан соншалықты тез бас тартпаған жалғыз адам болдым. Ол үшін бұл жалғыз үміт болатын. Бұл оның жалғыз үміті еді. Өз жары үшін соңғы үміті. Ол өміріндегі ең қымбат адамын, сүйіктісін құтқару үшін барлығын сатты. Сол сәтте Бақыттың көзінде өшпей жанып тұрған өшпенділік түнеріп, оның орнын терең күйзеліс пен кінә басты. Ол осы адамның Сатыбалдының қатыгез екенін, әкесін алдап барынан айырғанын деп сеніп келген еді. Бірақ шындық мүлде басқа болып шықты. Әкесі ашкөз байдың құрбаны емес, сүйіктісі үшін бәрінен бас тартқан батыр екен. Ал Сатыбалды ол жай ғана оның әкесіне мүмкіндік берген адам болған. Бақыттың саусақтары жансыздана қалды. Кесе қолынан сусып түсіп, мәрмәр еденге соғылып, мыңдаған сынықтарға бөлінді. Ол тізерлеп отырып, бетін қолымен жауып үнсіз жылады. Бұл мүмкін емес, деді ол көз жасын әреңте. Руслан қорқып, оның қасына ұмтылды. Тізерлей отырып, қыздың иығынан құшақтап, не болғанын түсінуге тырысты. Қарт кісі оның көз жасына мейіріммен қарап тұрды.
Сосын оның жанары жиеніне ауысты. Ол қызды бауырына басып жұбатып отыр еді. Сол сәтте Сатыбалды олардың арасындағы таза, шынайы сезімді анық көрді. «Руслан», деді ол әлсіреген дауыспен, әр сөзін үзіп, «Батыр мырзамен болған келісім шартты алып кел». «Ол көруі керек», деді Сатыбалды әлсіз, бірақ нық үнмен. Руслан архивтен қайтып келіп, Бақытқа бір ескі папканы ұсынды. Ішінде оның әкесі мен меценат Сатыбалдының қолтаңбалары қойылған келісім шарт жатты. Бұл әділ, адал жасалған мәміле еді. Бақыт орнынан баяу тұрып, көз жасын сүртті де асханаға беттеді. Көп ұзамай ол қайта оралды. Қолында шынайы емдік қайнатпа бар еді. «Бұл сіздің ауруыңызға жеңілдік, күш береді», деді ол сабырмен. Русланның өтініші бойынша жас шөпші Сатыбалдының үйінде тағы бір аптадай қалды. Бірнеше күн өткен соң қарт меценат панорамалық терезе жанындағы жұмсақ былғары креслода отыр еді. «Мен саған ризамын, Бақыт», деді ол жылы үнмен. «Сен менің жиенімді құтқарып қана қоймай, менің де азабымды жеңілдеттің». Ол қызға мейіріммен қарап жалғастырды. «Мен сендердің бір-бірлеріңе қалай қарайтындарыңды байқадым. Бірақ екеуің де өз сезімдеріңді ашық айтуға батпай жүрсіңдер. Өз тарапымнан мен сендерге батамды беруге және арман тілектеріңді жүзеге асыруға көмектесуге дайынмын». Бақыт Русланға қарады. Оның көздерінен өз жүрегіндегі сезімді көрді. Махаббатпен бірге болуға деген терең ықыласты. Екеуі бір ауыз сөзсіз бір-бірінің қолын ұстап алды. Уақыт өте келе қарт Сатыбалды өз жерінің бір бөлігінде табиғи емдеу орталығын салуға үлкен қаржы бөлді. Сол жерде заманауи, бірақ табиғатқа жақын емдік кешен бой көтерді. Руслан орталықтың директоры әрі басқарушысы болды, ал Бақыт басты шөп маманы, табиғи емнің жүрегі атанды. Енді бұл жер екеуіне ортақ, олардың еңбегімен, сенімімен, махаббатымен гүлденген мекен еді. Бақыт ақыры өз орнын, өз бақытын тапты. Ал оны өмір бойы мазалаған әділетсіздік шын мәнінде әкесінің сүйіспендік пен жанқиярлықтан туған ұлы құрбандығы екені ашылды. Осылайша оның жүрегіндегі жара сауығып, тағдыр оны әділ әрі жарқын болашаққа алып келді. Әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп, лүпіл басып кетеміз. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет.